рұқсат бердік, өсіңдер, өніңдер, үлкен қалаға барыңдар, жетістіктерге жеттіңдер. Міне енді нәтижесі. Норм ба сізге енді? Иә. Келін енесін атымен атаса. Ол ешқашан етіп атамайды. Келін енесіне ескертпей бір жаққа кетсе. Жоқ, ондай болмайды. Әрқашан ескертіп кететінмін. Аллаға шүкір. Бала жоқ болып не болатын болса, енді норм күйеуінен сұранса болды ғой. Енді мамалар ол всегда поддерживать етеді, енді шүкір. Мама всегда үйде отырма дейді, күйеуіңнен қалма, жақсы жүр деп. Наоборот, мама айтады, рас, тұрмысқа шыға салсын, мен үйде қала беретінмін ғой, Еркебұлан жеке кете беретінмін. Сол кезде жиналатынсыз, бар. Содан кейін қазір әдет болып кетті. Келін тамақты күйдіріп немесе дәмсіз жасаса, норм или стрём? Норм. Дәмсіз жасаған күні болған емес жақын. Атасы негізі келін болып түскенде өзі тамағын жемейді, қалғап жейді да. Сол Жакуленің тамағын бәрін жеп алады. Қандай дәмді қылып жасайсың десе, жүрекпен жасаймын, әкем айтқан не істесең де жүрекпен істесең, бәрі сондай жақсы болады деп. Келіннің ақшасын енелері ұстауы. Ойбай, жоқ да. Стрём ба? Еще как стрём, ужас қой. Сондай бар болып тұр ғой. Енді ол өтте надандық, қырыңқылық деп ойлаймын. Біреудің ақшасын иемдену, ол сізге бәрібір ризық бермейді. Келіннің енесінің көзінше боғауыз сөз айтуы. Жоқ да, астапырын, ондай болған емес. Мама құлағымен естімеген сияқты болады. Жоқ, енеңде болады ғой, мама. Жоқ, анау бір үлкен кісінің атын ұмытып қалдым. Келіні бар үйдің дейді. Бір көзі ашық болу керек, бір көзі жабық болу керек дейді. Және бір құлағы ашық болу керек, бір құлағы жабық болу керек дейді. Неше түрлі болады ғой? Иә, әрине, өте жақсы айтқан кісі. Иә. Очень красиво. Мен жақта жейді. Аха. Одан мен келгенде 10 жейді, соны 20 ғой. Общий 20. Одан кейін әңгімесі отыр 5 өтеді, соны 25 жүрді. Ойнамайды. Қаймақ жоқ па екен? Мақпал, ертең таңертең келеді, бұл қапты қаймақ. Мен бағана барқан болатын. Жоқ, оны жей алмаймын мен адан кейін тош жоқса. Емін құсады ол. Келген сайын біз балалармен бірге нетеміз, ішіміз ауырып қалады. Көп жеп қоямыз. Мен бір батончик алып едім жолда. Ай, қызғай, вот. Алдарыңызда топлады. Дизайнер işlerine. Kudu mu olacak? Бағасы 250 мың дейді. 250 Сен шешең сияқты маркетингтің құрбанысың ғой. Шешең жүре Индияда 40 мың аша екен. Сағындың ба еді? Айтсайшы, қалайсың? Жақсы, күнің қайда? Hoş etmişsin. Süper kötü. Қол бірақ езілді, маңсыз жерге тақмадыңыз. Мына жерге бүгін отельде қонып, сол жерде сондықтан осы жерге жүрдік. Какие люди дейсің ғой. Бір күн қыдырып едік, бүкіл танысымызды көрдік, ұсталып қалдық қой. Мына кісі өсіп кетті, машалла, тандай қалдық қой. Мынаны айтсайшы. Тура бір күн шығып едіңдер. Өзіңіз жүріп қайтесіздер. ұсталдық қой.